Достар, осындай күннің ыстығында бір талдың арасына барып бір демалайын десең, шыбын масатыр қаптап демалдырмайды. Қайта-қайта оянып кетесіз. Түндерде де, тіпті түстерде де осылай бір жатып демалғың келеді, рахаттанып. Тіпті пикникке шыққанда да осыны алып алсаңыз болады. Қытайда осындай шығып жатыр, осы жаңадан шығып жатыр. Барлық қытайдар таласып алып жатыр. Егер сіздерде алам десеңіздер, пікір аймағына алам деп жазсаңыздар болды. Құрметті достар, мынандай тауарды бұрын көрмеген шығарсыздар. Мен бұны Қытайдың тиктогынан көріп сіздермен бөлісіп отырмын. Егер де сізде Қытайдың тиктогын үйренем десеңіз, тіркелем десеңіз, онда пікір аймағына үйренем деп жазсаңыз болды. Алғыңыз келетін болса, онда тағы да пікір аймағына алам деп жазсаңыз болды. Біздің менеджерлер сіздерге өздері хабарласады. Және де осы сияқты қызықты тауарларды күнделікті көргіңіз келсе, онда менің парақшамды жоғалтып алмай, тезірек алдымен тіркеліп алыңыз. Сонда күнделікті осындай қызықты видеоларды сіздерге жіберіп отыратын боламын. Және де туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп таратып қойыңыздар. Жақсы құрметті достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Біз қоштаспаймыз.